Баршаңызға сәлем. Бүгін жасалуы ерекше тойымды манты жасаймыз. Жылы суымызға тұзымызды қосып ергенше араластырамыз. Бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке қосып, қатты қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Демалдыруға бетін жауып қоямыз. Осы орайда салмасын жасаймыз. Көкөністерімізді турап, дәмдеуіш пен тұзымызды, бұрышымызды қосып, бұл жерде мен пияз, сәбіз, картошка, сарымсақ қостым. Және де тартылған ет. Бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды өте жұқа етіп жайып болғаннан кейін оқтауға орап, оқтаудың екі басынан ортасына дейін осылай қамырды жиырып ортасына әкелеміз. Қамыр ешқандай да жыртылмайды, жабыспайды. Қамырымызды осылай жайып алып, үстінен салмаларды мол етіп салып шығамыз. Бір жарым екі қасықтан саласыздар салманы. Қамырымыздың бір жақ бетін жабамыз. Екінші жағын үстінен әдемелеп жауып шығамыз. Қамырымыздың екінші бетін жапқаннан кейін арасында қалған жерінен осылай қысып, ажырап кетпесте қатты басасыздар.
осы қатты қысылған жерінен пышақпен кесіп шығамыз. Екі шетін қатты бір-біріне жабыстырып біріктіреміз. Бізде бір қамырдан осынша манты шықты. Енді мантаваркамызды майлап, мантыларымызды осылай тізіп салып шығамыз. Міндетті түрде бетін майлайсыздар. Қырық 45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осымен мантымыз әдемі болып пісті. Ешқандай да ажыраған жоқ. Майонез бен кетчупты араластырып соус жасап жесеңіздер де болады, немесе біз сияқты осылай аджикамен жасасаңыздар, жесеңіздер өте дәмді болады.